Тұтылу дегенде көпшілік ай күн бетін көлегейлейтін күн тұтылуын еске алады. Алайда тағы бір астрономиялық құбылыс ай тұтылуы бар. Оны да зерттеген өте қызық. Кеңістіктегі бір нысан екінші нысанның бейнесін жауып қалғанда тұтылу бақыланады. Ай тұтылған кезде ол жердің көлеңкесіне енеді, күн жарығын шағылдыра алмайды. Шектеулі аймақтарда ғана бірнеше минут бақыланатын күн тұтылуында емес. Ай тұтылуы жердің қараңғы жағының кез келген нүктесінен көрінеді және бірнеше сағатқа созылуы мүмкін. Ай тұтылуының 3 түрі бар. Алакөлеңкелік тұтылу ай жер көлеңкесінің жарықтау сыртқы бөлігі пенумбраға енгенде болады. Жартылай тұтылу айдың бір бөлігі жер көлеңкесінің ең қараңғы бөлігі умбраға енгенде байқалады. Және толық ай тұтылуы жер көлеңкесінің ең қараңғы бөлігіне ай толық енгенде ғана бақыланады. Ай тұтылуы ай толғанда және күн, ай, жер түп-түзу сызық бойында тұрғанда ғана бола алады. Айдың жерді айналатын орбитасы көлбеу болғандықтан ай әр толған сайын тұтыла бермейді. Ай орбитасы жыл бойы өзгереді. Жылына шамамен 2 рет жер орбитасымен қиылысып, ай тұтылуын туғызады. Толық ай тұтылуы кезінде жер көлеңкесі ай бетімен біртіндеп жүреді. Алайда ай умбраға еніп, күн жарығы толық тұтылғанда ай көбінесе қызылдау болып көрінеді. Қызыл түстің пайда болу себебі жерді жанай өткен күн жарығы жер атмосферасының қалың қабатын басып өтеді. Атмосферадағы ауа көк, жасыл, күлгін түстерді шашыратады. Сондықтан жарық айға жеткенде негізінен қызыл түс қалады. Күн шығарда және батқан соң көрінетін қызғылт шапақтың да себебі осы. Шынында да тұтылу кезінде айда тұрсақ, күн жердің артына тасаланғандай болады. Ал біз тұрған ай беті күн батардағы жерге ұқсап қызыл түске боялады. Ай тұтылуы ең оңай бақыланатын астрономиялық оқиғаның бірі. Өйткені оны көру үшін ешқандай аспап қажет емес. Өзің тұратын жерде ай қашан тұтылатынын біл де далаға шық. Қазақстан аумағынан бақыланатын ай тұтылулары кестесі осы бейнероликтің сипаттамасында.